желсіз түнде жарық ай және басқа да әндерін бүгінге дейін орындалып келеді. Абайдың басты арманы қазақ халқының білімді, еңбекқор, мәдениетті болуы еді. Оның шығармалары бүгінгі күнде де өз маңызын жоғалтқан жоқ. Абайдың нақыл сөздері: ғылым таппай мақтанба, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адамзат. Ақындардан да ең басты шәкірті оның өзінің ұрпағы болып келеді Шәкәрім Құдайбердіұлы. Содан кейін Ақылбай, Мағауия, Көкібай деген тағы ақындар бар. Абайға Абай деген атты кім қойған? Негізінде Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим, бірақ анасы танымал шығармаларының бірі қалай аталады? Ең танымал шығармалары ол бізде 48 қара сөзі, сосын кейін тағы да өлеңдері бар. Ол бізде ғылым таппай мақтанба, 4 мезгіл туралы айтылған өлеңдері, тағы да көптеген өлеңдері бар. Неше жасында қайтыс болды? 59 алпыс. Аты кім? Зере. Көзінің қарасы өлеңін Абай кімге арнаған? Қазақтың ұлы ойшылы деп атаудың себебі неде? Өйткені Абай Құнанбаев ұлы ақын болды, философ және Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосты. Абай жастарға қандай қасиеттерді бойына сіңіруге кеңес берді? Біріншіден, адамгершілікті және ақылды болуды.